Салық пайғамбар қиссасы. Салықтың дүниеге келуі. Салықтың әкесі Қасурдың өмір дариясы таусылып, Алланың әмірімен аманат жанын тапсырды. Жебірейіл әйеліне оны жерлеудің жөн-жоралғысын көрсетті. Зағым күйеуін ақ жуып арулап үңгірдің ішіне жерледі. Содан кейін тау маңындағы ауылға келіп тұрақтапты. Зағым 9 ай 9 күн өткен соң толғатып бір ұл тапты. Бейнесі алтын асықтай, шекесі торсықтай, көрген жанның көз тоятын бала болады. Ұлын көргенде Зағымның көкірегіне аналық мейірім толды. Дүниеге келген сәтінде жан-жағына қаумалап сансыз періште қонды. Күн өткен сайын ажары айдай артып, жүзінде күннің шұғыласы балқыды. Ит көйлегінен пейіштің жұпар иісі аңқыды. Аяқ басып жүре бастағанда қадамынан шуақ тарады. Анасы ұлының атын Салық деп атады. Тіл көз тимес үшін оны елден жырақ етіп өсіруді қалады. Сол үшін үйіне бөгде жанды жолатпауға тырысты. Бірақ бірде үйіне рұқсат сұрамай кіріп келген бір көршісі нәрестені көріп қалды. Сол-ақ екен, ертеңіне бұл хабар бүкіл ауылға жайылды. Сол аймақты билейтін патшаның құлағына жетті. Патша Салықты көруге келді. Баланың көркі көңілін бірден баурады. Жүзіне көзі түскенде есінен адасып, ақылынан айырылғандай күй кешті. Бойын билеп алған тәкаппар менмен сезімінен тұлдыр қалмады. Жүрегін құрсап алған кәпір нәпсіні бір сәтке тәнін тәрк етіп тастап қашты. Салықтың пәк бейнесі патшаның мысын басты. Оны Зағымнан тартып алуға дәті бармады. Ол әйелге: «Ей аяулы ана, сәбиің жүректегі қатқан мұзды ертті. Мейірімнен жұрдай көрген көкірегімді кеңітті, кеудемді шымырлатты, сай-сүйегімді тебірентті. Мен мұны зорлықпен тартып алсам екеуіңе де обал болар. Кенезесі кепкен қаңсық сайға да бұлақ суы толар. Сендерге бір жақсылық жасасам деп ойладым. Ол үшін сайыста сыналған, жорықта шыңдалған екі серігімді босағаңды қорғап тұруға сайладым. Өйткені аңдыған жау алмай қоймайды, қаңғыған сөз шалмай қоймайды. Осылай бір қызметтеріңе жарайын, балаңмен қосып қанатымның астына алайын. Мына шапанды өскенде ұлың кисін» деп алтын жіппен әдіптелген шапанын Зағымға берді. «Ер жеткенде мені тауып келсін, оған ел билеудің қыр-сырын үйретемін» деді. Содан кейін көп аялдамай аттанып кетті. Анасы мен ұлын қорғауға қос бірдей нөкерін қалдырды. Салық 12 жасқа келгенде көркі 14-інде толған айдай келісті. Күш-қуаты толысты, ақыл-айласы да әбден жетілді. Ол анасы қолғанатқа жарап, күн ұзын қой бағатын еді. Құр жүрмей неше түрлі өнер үйреніп, қамыстан сыбызғы шалатын еді. Адырнасын иіп садақ тартқанда 1000 қадамнан нысанаға дәл тигізді. Найза қылыш сермегенде құрбыластарын шаңына да ілестірмеді. Сөйтіп жүргенде ақылы мен қайратының сыналар шағы да келді. Салықтың ерлігі. Мағауия ибн Бәкір деген кісі 3000 әскермен келіп Салықтың ауылын қоршап алды. Ол бұрында осылай қамсыз елді шауып мал жанын жайпап кететін. Айдарылысын құл қылатын, бұрымдысын күң қылатын. Қарсы шапқан еркек кіндікті оққа байлап, қанша отбасыны тұл қылатын. Салық бұл кезде отар соңында өрісте еді. Анасының зар илеген даусын алыстан естіп ауылға жүгірді. Келе сала жасанған жауға қаймықпай қарсы шықты. Қылышын сермеп, найзасын толғап, қаншасын жер жастандырды. Ащы даусымен аттан салғанда қалғаны құтандай тозып құты қашты. Беті қайтпаған қалың әскерді жас батырдың мысы басты. Ақыры бәрі де ауылдан жылыстап, келген жағына қарай бас сауғалады. Патша көп өтпей Салықтың ерлігін естіді. Оны сарайына алдырып, құрмет-қошеметтің бәрін көрсетті. Енді алтын тақтың иесі өзіңсің деп, оған басындағы алтын тәжін де ұсынды. Бірақ Салық бұл дәрежеден сыпайы ғана бас тартты. «Уа ұлы мәртебелім, онсыз да осы кезге дейін сыртымнан қорған болдың. Анам екеумізді жаудың тырнағына, жұрттың құрсауына, жаттың құрсауына бермедің. Нәпсі алдаушы дұшпанның насихатына ермедің. Алтын тәжіңді киюге лайық емеспін.
Өйткені елімді жаудан құтқарғанда даңқ пен абырой көздемедім. Арзан атаққа қызығып, өткінші олжа іздемедім. Жау келгенде батыр бол, дау келгенде ақыл бол деген. Анамның ащы наласы, халықтың шемен шарасы бойыма ғайыптан күш құйды. Тыңнан толғап, білегіме қайрат, жүрегіме айбат жиды. Алтын тағың өзіңде қалсын, алтын тәжің басыңда тұрсын. Анама жәрдем беріп, жұртыма дәрмен болып жүрсем, маған сол да жетеді деді. Патшаға жас жігіттің әдебі де, ақыл мен ойының тереңі де қатты ұнады. Салықты бір сәтте көзінен таса етпеді. Сапарға шыққанда оны қасына ертіп жүретін болды. Жалғасы келесі шығарылымда.